Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге берекелі дастархан. Достар, құрметті менің оқырмандарым, әр күніміз сәттілікке және берекеге толы болсын деп тілеймін. Мен бүгін сіздерге өзбек халқының өте тәмді, өте ерекше тағамы хамыр хасибтің жасалу жолымен, рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тамақты әсіресе кішкентай балалар өте жақсы көріп жейді. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ал бісміллә деп бізге ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Және суымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды қосып қамыр илейміз. Рецепттің бүкіл ингредиенттердің мөлшерлерін осы видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Суымызға тұзымызды және жұмыртқамызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызға қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақта емес, орташа болады. Қамырды бірден 2 немесе 3 бөлікке бөліп, бетін жауып, демалдырып қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды майдалап, турап, ыдысымызға саламыз. Және картошка қосуға да болады, қоспауға да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен картошка қосамын. Содан соң тартылған етімізді қосып, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырамыз. Салмамызды жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Ана достар, біздің салмамыз дайын. Енді демалып тұрған қамырымызды алып, жоқалап жаятын боламыз. Қамырды өте жұқа етіп жайған дұрыс. Жоқалап жайып болған қамырымызды 4 бұрыштап бірдей етіп кесеміз. Қамырды осылай кесіп аламыз. Енді салмамызды салып шығамыз. Салманы салғанда бір бұрышына осылай салып шығамыз. Содан соң бұрышынан бастап қамырдың екі жағын қайыра отырып, осылай ораймыз. Осындай етіп, барлық қамырларымызды орап шығамыз. Мына осындай етіп бәр қамырларымызды орап болғаннан кейін, мантоваркамыздың сеткасын майлап, қамырларымызды әдемілеп қойып шығамыз. Қамырларымыздың бетіне де май жағып шықсақ болады.
Енді қайнап тұрған буға 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Бұл қамыр хасибті сковородкада дайындалу жолын келесі видеоларда көрсететін боламын. Мына достар, біздің қамыр хасибіміз дайын, пісіп шықты. Өздеріңізге ұнайтын чесночный соус па, томатный соус па, немесе бетіне поливка жасасаңыздар да болады. Осылай әдемілеп дастарханға ұсынамыз. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Достар, видеом ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.